Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен беф строганов в сливочном соусе дайындаймыз. Ең алдымен сиырдың етін ұзынша қылып, соломка қылып турап аласыздар. Енді чеснокты ұсақтап турап аламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, етіміз бен чесногымызды жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыштарыңызды себесіздер. Етіміз жақсылап қуырылғанша күрішімізді дайындаймыз. Бізде гарнирге күріш болады. Күрішімізді жақсылап жуып, осылай суға тындырып қоясыздар. Енді қазанымызға кішкене сұйық май құйып, май қызған кезде күріштеріңізді салып, кішкене араластырып қуырасыздар. Және де тұз саласыздар да жақсылап кішкене күрішті қуырып, үстіне күріштен сәл ғана суды асырып, суық су, яғни мұздай суды құйып, бетін жауып, шамамен 1-2 минут қатты отта, одан кейін отты жай ғана басып 15-20 минут пісіресіздер. Күріш пісіріп жатқан уақытта қазанның бетін мүлдем ашуға болмайды. 15-20 минуттан кейін өздеріңіз өшіріп, кішкене бір тағы да 10 минуттай күріш өзі бұғу керек. Етіміз сәл қуырып болған соң бетіне кішкене ғана су құйып, қақпағын жауып қойып қоямыз. Ет әбден пісуі керек. Енді пиязымызды жақсылап турап дайындап аламыз. Одан кейін шампиньондарымызды жақсылап суға жуып, кончиктарын алып тастайсыздар да видеодағындай турайсыздар. Енді етіміздің суы тартылған кезде үстіне пияз және саңырауқұлақтарды қосып жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 1-7 минуттай жақсылап қуырамыз. Біздің подливымыз піскенше, міне біздің күрішімізді көрсетейін. Осындай рассыпчатый, бір-біріне жабыспай күшті болып піседі. Күрішіміз әбден буға піскен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Міне етіміз бен саңырауқұлақтарымыз қуырылып болды. Енді одан кейін 6-7 үлкен қасық осындай сметананың үстіне қосып, жақсылап араластырып, осындай магидің немесе кез келген курица в сливочном соусе немесе сливочный соус деген приправаны қоссаңыздар, дәмі вообще күшті болады. 2-3 минут қуырған соң үстіне осылай суымызды құйып бақтырып қоямыз. Шамамен 5 минуттай тұру керек. Міне біздің беф строганымыз дайын. Өте етіміз жұмсақ, сливочный соустың дәмі күшті болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Пайдалы болған болсақ, бізге лайк басып, комментарий жазып тіркелуді сұраймыз. Сау болыңыздар.